Менің сұрағым сауда және интеграция министрлігі өкіліне. Сайлаушылармен кездесу барысында Түркістан облысының шағын және орта бизнес субъектілері мен өндіріс ошақтарын аралап жұмысшылармен кездестік. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда бүгінгі жиһаз жасаушы кәсіпорындар қарқынды жұмыс істеп жатыр. Тіпті олар өндіріп жатқан жиһаз түрлері шет елдердің бренд өнімдерінің ешбір айырмасы жоғын көзіміз жетті. Өз көзімізбен көрдік. Осы отандық жиһаз жасаушы кәсіпкерлердің бізден сұрағаны өз өнімдерін алыс жақын шет елдерге шығаруға мүмкіндік жасалса деген. Өз беттерімен сыртқа шығару үшін түрлі әкімшілік және кедендік кедергілерге ұшырап отыр. Біздің өнімдер мұхит аспаса да, ең құрғанда көрші және көршілес елдерге еркін шығарылып отса, кәсіпкер үшін де мемлекет үшін де үлкен пайда әкелген болар еді. Осыған орай менің сұрағым, отандық өнімді сырт елдерге кедергісіз шығаруға қолдау жасала ма? Бірінші, мемлекет тарапынан олардың мүддесін кім қорғайды? Рахмет. Сауда және интеграция вице-министрі. Нұрлан Сатыбалдыұлы, құрметті депутаттар, сұрағыңызға рахмет. Жиһаз жасаушылар қазір Қазақстанда қарқынды дамып келе жатыр. Енді біз арнайы осы жасаушыларға тек қана қолдау көрсетпейміз, барлық отандық өндіріске қолдау көрсетіп жатырмыз экспортқа шығаруға. Енді бірнеше бізде инструменттер бар, тетіктер бар, механизмдер 20-ға жуық, ол шығынды өтеу. Мысалы, экспорттаушы компания Қазақстаннан Өзбекстанға, не Қырғызстанға, не басқа алыс мемлекеттерге экспортқа шығаратын болса, біз оның көлік шығынын 80%-ға дейін өтеп береміз. Бірінші. Екіншіден, оларға кредиттік ақша бөле аламыз және кепілдік бере аламыз. Содан кейін сауда экономикалық миссия ұйымдастырамыз, олар бізге қосылып шығатын болса, біз толығымен солардың шығын өтеп басқа мемлекеттерге алып барамыз. Алдыңғы жыл, мысалы, біз 10 мемлекетке сапар шектік және сол жерге көптеген компанияларды апарып 386 миллион долларға экспорттық контрактыларға қол қойып тастадық. Сонымен қатар осы маркетинг және жәрмеңкелерге де қатысуға мүмкіндік береміз. Енді бөгеттер дейсіз, бөгеттерді енді әр мемлекет өз тарапымен қояды және ол техникалық регламент стандарттар олар сай болса, сауда ешқандай бөгетсіз жасай алады. Егер де қандай бөгеттер болса, бізге олар хабар беру керек, біз оны ресми түрде шешетін боламыз. Сұрағыңызға рахмет.